Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі ораза айт мерекесі құтты болсын. Тілеген дұға тілектеріңізді Алла тағалам қабыл етсін. Бүгінгі дайындайтын пирогымыз сәбіз бен апельсин қосылған пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирог өте дәмі ерекше, басқаларға ұқсамайды. Өте дәмді, шырынды болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен електен өткен ұнымызға қопсытқыш, крахмалымызды салып араластырамыз. Біздің пирогымыз жақсы көтерілу үшін ыдысымыз құрғақ болу керек. Қосатын қоспаларымыздың бәрі бөлме температурасында болу керек. 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне тұзды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қантымызды аз-аздан қосып отырып, қантымыз ерігенше миксерлейміз. Қантымыз бен жұмыртқамыз 2 есе болып көпіршіктен көтерілу керек. Сонда біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді пирогымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Теркадан осылай сәбізімізді өткізіп аламыз. Енді апельсиніміздің сыртқы қабығы керек. Бұны да теркадан өткізіп аламыз. Осылай сыртын ғана өткізіп алыңыздар. Ішкі ақ жағын теркадан өткізіп жібермеңіздер, өйткені пирогымыз ашты болып кетеді. Енді мейізімізді, қара өрік, кешмешімізді ұсақтап турап аламыз. Егер жер жаңғақ болса, жер жаңғағында қоссаңыздар болады, арахис қоссаңыздар да пирогтарыңыз дәмді болып шығады. Сіздер пирогтың ішіне қосатын салмасын алдын ала турап дайындап қойсаңыздар да болады. Енді сұйық майымызды қосып, тағы да 5 минуттай миксерлеп аламыз. Миксерлеп алғаннан кейін ішіне қосатын салмаларын қосамыз. Сәбіз, турап алған мейіз, қара өрік, кешмешімізді қосып, тағы да 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін ыдысымыз, миксеріміз, ішіне қосатын қоспаларымыздың барлығы құрғақ болу керек. Қара өрік мейіздерімізді алдын ала жуып, құрғатып алған дұрыс. Сонда пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді корицамызды қосамыз. Корицамызды мөлшерін, мен жазған мөлшерден көп қоссаңыздар да болады. Кейбір кісілер корицаны көп қосылғанын ұнатады. Сол себепті өздеріңіз қарайсыздар. Енді пешімізді 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып қоямыз. Ең соңында басында дайындап алған қопсытқыш крахмал қосылған ұнымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Ұнымыз іртік-іртік болып қалмауы керек. Қалған ұнымызды салып, тағы да 1-2 минут миксерлеп аламыз. Енді формамызға пирогымызды құйып, алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа қоямыз. Пирогымыздың ортасы қатты көтеріліп кетпеу үшін осылай лопаткамен жан-жаққа жаямыз. Немесе пирогымызды сілкіп жіберсек болады. Енді пирогымыздың бетіне құятын глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін 1,5 апельсиннің қабығы қажет болады. Теркадан өткізіп аламыз. Міне осылай дұрыс емес. Сыртқы қабығын ғана өткізесіздер теркадан. Енді апельсиніміздің соғы қажет болады. Апельсинімізді 2-ге бөліп, соғын сығып алуымыз керек. Апельсин соғының үстіне апельсин қабығын, сахарный пудраны салып,
жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сонымен глазурымыз дайын болды. Пирогымыз дайын болды. Қараңыздар қандай күшті болып көтерілді. Пирогымыздың үстін астына қарай осылай төңкеріп, торы ыдыстың үстіне осылай қойып аламыз. Осындай ыстықтай кезінде үстіне глазур құятын боламыз. Ыстықтай кезінде глазур құйсаңыздар, пирогқа жақсы сіңіп, пирогтарыңыз сочный, дәмді болып шығады. Глазурымызды құйып болғандан кейін 1-2 сағаттан кейін дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді, шырынды болып шығады. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.